атап отырмыз. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Конституциясында 18 жасқа толмаған баланың әркез ата-анасы жауапқа тартылады. Сол себептен бұл бұзақ баланың бірден-бір бұзақылық жасауына себепкер ата-анасы. Ендігі себепте ата-анасын қатаң жазаламыз. Кешіріңіздерші, әдейі жасағаным жоқ. Қызбалыққа беріліп кеттім. Апайымыздың бүгінгі тақырыбын енді түсініп отырмын. Біз қазақ халқы бауырлас тату ел екенбіз. Мен саған айтқан ауыр сөздер үшін қатты өкініп кешірші мені. Я бұл балаға бір кешкін беріп көрейік ағайлар. Не дегенмен оқушы ғой,
салға салынып кеткен шығар. Esimiz oklar. Keşin vereniz aydınlar. Жаңылмай жақсы бит жағын кірекші. Bir кешен bir көлік ағай. Ya, keşke böyle Asya sen ne diyorsun? Жарайды, бір жолға кешірейін, бірақ енді ондай ауыр сөздер айтпа. Мейлі ол орыс болсын, мейлі ол өзбек болсын. Қазақ жерге тұрып жатқандықтан қазақ халқына қалтқысыз қызмет ету қажет. Я, менің де айтқаным осы еді балалар. Көрдіңдер ме? Бүгін барлығымызға сабақ болатындай оқиға бастан кешіп. Егер мына шаңырақты Қазақстан мемлекеті деп елестететін болса, осы шаңырақтың аяғынан тік тұру үшін барлығымыз аянбай қызмет етуіміз қажет. Biz қазіргі таңда Қазақстан деген үлкен шаңырақ астында бақытты да баянды ғұмыр кешудеміз. Осы елдің еңсесі биік, керегесі кең болу үшін әрбір жеке тұлға қолынан келгенше қызмет етуі қажет. Айыра білу үшін ақ-қараны. Балалар мектептерге аттанады. Отанға керек әркез білімді бақ. Білім жолы мектептен басталады. Білімменен ғарышкер айға да ұшты. Білім жолы дос етті сан халықты. Отанның мәртебесі еліміздің білімді болуымен байланысты. Жаман дінден жер бетін менген үшін, шипагер боп арналар еркек үшін, халық үшін қалтқысыз қызмет етем, аурудан елімді емдеу үшін. Жақындаса білімнің белестері, қиындықтың болмай ма көмеккері. Бауыр бүтін басамақ болсын елім, тәні саудың жаны сау емес педі. Samsuzluk, yamanlıklar olmuş. Verdiğin büyük herkes arın